Қайырлы күн балалар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы О әрпімен дыбысы, натурал сандар және нөл саны. Сіздермен бірге Гүлзина Жақсылыққызы. Алдымен О әрпіне берілген бейне жазбаға мұқият зер салып қараймыз. О әрпі. O әрпі. Ошақ. Ошақ. Ұшқыш. Ұшқыш. Ұя. Ұя. Ұлар. Ұлар. Ұлтарақ. Ұлтарақ. Ұзартқыш. Ұзартқыш. Ұлу. Ұлу. Он. Он. Мінекей балалар, байқасаңыздар, О әрпі сөздің басында, ортасында жиі кездесіп тұр, ал сөздің соңында қазақ тілінде өте сирек кездеседі. Алдымен О әрпін айтып көрейік. Мына жерде О әрпі өзгермей қалыпты. О деп айтқан кезде сіздер байқасаңыздар, О әрпін біз емін-еркін соза аламыз. Сондықтан бұл дауысты дыбыс. О, ор, он, от, олан, ол, олт, ботақ, болақ, бұл. Байқап тұрсыздар, сөздің басында және ортасында жүр, ал сөздің соңында кездесіп тұрған жоқ. Қазақ тілінде О дыбысы сөздің соңында кездесе бермейді. Енді дыбыстық талдау. Болақ деген сөзде 5 дыбыс, 5 әріп бар. О екінші тұр. Екінші торкөзді қызыл бояумен бояйсыздар. Оның орнын белгілейсіздер. Ошақ сөздің басында тұр. Бірінші торкөзді қызылмен бояйсыздар. Олу сөздің басында тұр. О дыбысы. Және мынау сөздерді ата-аналарыңызбен бірге оқисыздар. Және бүгін мәтін, сіздерге бүгін 19 сабақта мәтін берілді. Құстар, бұл мәтінді оқып, лажы болса дәптерлеріңізге көшіріп үйреніңіздер. Кітапта баспаша тұрады әріптер, дәптерге жазбаша әріптермен көшіретін боларсыздар. Құр, бұлбұл, тырна, қарлығаш, қарға, құстар. Құстар адамға дос, құс жұмыртқасын алма, оларға қамқорлық жаса деген мәтінді оқыңыздар және дәптерге көшіріп үйреніңіздер. Міндетті түрде мәтінді жазған кезде әріптерді жазбаша түрде жазасыздар және бірінші сөйлемнің бірінші сөзін азат жолдан бастайсыздар. Және О әрпін жіберген нұсқаулыққа қарап отырып, тағы да жазасыздар. Егер О әрпін әлі әріптерді жазып үйренбеген бала болса, мәтінді көшіруге асықпаңыздар. Сосын мына тапсырмаларда, суреттегі сандарды пайдаланып отырып, өрнек құрып мәнін тауып көріңіздер. 8-ден 5-ті азайтасыздар, 8-ден 1-ді, 8-ден 2-ні, 8-ден 3-ті азайтасыздар. Ал мына жерде сырттағы сандардан ішкі санды азайтасыздар. 9-дан 2-ні, 7-ден 2-ні, 5-ден 2-ні азайтыңыздар. Тағы да өрнек құрып көріңіздер. 7-ге 1-ді қосыңыздар, 1-ге 1-ді қосыңыздар, 4-ге 1-ді қосыңыздар. Осылай өрнектерді құрастырып, шығарып көріңіздер. Сосын мына өрнектердің мәнін тауып, мына торкөздерге шыққан сандарды өсу ретімен орналастырсаңыздар, керемет бір сөз шығады. Оны тауып көріңіздер. Сосын мына бүгінгі сабақта 0, кез келген санға 0-ді қосса, кез келген саннан 0-ді азайтса, сол санның өзі шығады деген ережені есте сақтап отырып, мына есептерді шығарып көріңіздер. Және мына жерде салыстыру таңбаларында қателер бар. Оларды да өздеріңіз ата-аналарыңызбен бірге тауып көріңіздер. Сосын мына нұсқаулықты жіберемін. 0 санын жазып көріңіздер дәптерлеріңізге. Бүгінгі сабақта О әрпімен дыбысын өттіңіздер және натурал сандар мен 0 санымен таныстыңыздар. Бүгінгі сабақта басты назар аударатын нәрселеріңіз 0-ге қандай санды қосса да, азайтса да, сол санның өзі шығатынын түсініп алыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.